Жас ұлғайған сайын ағзадағы барлық процесс баяулай бастайды. Соның ішінде ас қорыту жүйесі де әлсірейді. 60 жастан кейін асқазан сөлі аз бөлінеді, ферменттердің белсенділігі төмендейді, ішек перистальтикасы баяулайды, бауыр мен ұйқы безінің жұмысы әлсірейді. Соның нәтижесінде ауыр майлы химиялық қоспасы көп тағамдар толық қорытылмай ағзада жиналып қалады. Бұл жүрек қан тамыр ауруларына, холестериннің көбеюіне, қант диабетіне және семіздікке әкелуі мүмкін. Топ 5-60 жастан кейін жеуге болмайтын тағамдарды бүгін айтып беретін боламыз. Бірінші, шошқа майы, немесе салы. Шошқа майы қаныққан майларға өте бай. Иә, адамның ағзасы жас болса, бұл жақсы сіңеді. Алайда 60-тан кейін ағза мұндай майды толық ыдырата алмайды. Нәтижесі, қандағы холестерин көтеріледі, қан тамырлары бітеледі, жүрекке салмақ түседі. Екінші, дайын аджика, соустар және майонездер. Бұл өнімдерде тұз өте көп. Қант пен консерванттарға бай, жасанды дәм күшейткіштер қосылған. Нәтижесі қандай? Қан қысымы көтеріледі, ісіну пайда болады, асқазанға ауырлық түседі. Үшінші, дүкеннің маринатталған консервілері. Маринатталған өнімдерде сірке қышқылы мен тұз мөлшері жоғары болады. Нәтижесінде асқазан қабырғасын тітіркендіреді, бүйрекке зиян, қан қысымын көтереді. Төртінші, шұжық өнімдері, немесе орысша айтқанда колбаса. Колбасаның құрамында тұз, май, нитраттар мен химиялық қоспалар өте көп. Қан тамырлары зақымдалады, қатерлі ісік қаупі артады, жүрек аурулары күшейе түседі. Соңғы тағам тез дайындалатын лапша. Бұл өнім толықтай бос калория. Құрамында трансмайлар, дәм күшейткіштер, пайдалы заттар жоқ. Нәтижесінде ас қорыту бұзылады, қан деңгейі көтеріледі, артық салмақ жиналады. Егер сіз 60 жастан асқан болсаңыз, тамақ таңдауда аса мұқият болыңыз. Тамақтану ұзақ әрі сапалы өмірдің кілті. Денсаулығыңызды сақтағыңыз келсе, бүгіннен бастап осы 5 тағамнан бас тартыңыз. Егер видео ұнаған болса, сізге пайдалы болса лайк басып, каналға жазуды ұмытпаңыз. Ардақты ағайын, аман сау болайық.